Қорғансыздар 52-ші бөлім бүгінгі бөлімінде Бераның барлығын алдап жүргені белгілі болады. Япуз Бераны ұрлап өз үйіне әкеледі, яғни Бераның келісімен. Ал Япуздың әйелі Бержан оны жақтырмайды, ала көзбен қарап тұр. Десе де Япуз оның қағанынан қорықпайды. Бержан өзінің осындай үйіне көңілдесін әкелгені үшін қатты қайғырып жылап тұр. Бұны да Япуздың анасы көрді. Бераны үйіне әкелген Япуз: сен бұл үйден қысылма, осында тұра бер, ешқандай қорықпайды, барлығы саған қызмет етеді деп өзінің сүйікті қызына барлығын айтып жатыр. Солай есіктің сыртынан шығып кеткеннен кейін тыңдайды, яғни Айша звондайды оған, өзінің көмектескенін, және де осы кездері өзінің жүктілігінің барлығы жалған, анада берген суретті Айшаның өзі жасатып әкелгенін көрсетеді. Солай, бірақ осы шындықты тек Айша ғана емес, Япуз да біледі. Әй, сен нағыз қатал екенсің, нағыз дұшпаныңды алдай алады екенсің дейді. Ал мұнда өтірік қойылым қойған Рәмзия ханым мен оның ұлы барлығы Мелисаның үйленіп некелескендеріне қарсылығын білдіріп жатыр. Барлығы жалған, әдеттегідей күйеу балаларының машина берем дегені, алтындарын, барлығын ақшаларын ұрлау болатын. Бірақ өкінішке орай олай болмай қалды. Осы кезде кемпір әжесі келеді, яғни Мелисаның енесі, бірақ баласы қайтпайды, қызды да тастамайды. Ақыры сонымен осында қалсаң қал, барлық кілтті, көліктің кілтін, картаның, несиенің барлығын бер деп алып кетеді. Енді кедей бол дейді. Солай әлгі Мелисаның енесі кетіп қалады. Ал мұнда қайғырған Джемоға Дойгу көмектесіп жатыр. Дойгу негізі үздікші болып жұмыс жасаған екен. Джемоны жұбатып жатқан кезде Дойгуды әлгі бандиттердің бастығы алып қашады, алып кетеді. Өйткені Дойгу әлде жұмыс жасау керек, яғни ол қыздарды осылай сататын ұйым екен. Ас үйде жұмыс жасап жүрген Юсуп өзімен сөйлесіп тұр. Шынымен мен Джемоға ұқсап барамын, Злейхаға бүгін бекер ұрсып жылатып жібердім ол қызды деп өзін сөйлесіп тұрған кезде Джемоны іздейді, бірақ Джемоның телефоны өшірулі. Көкесі келген кезде ол Джемоны сұрайды. Ол Джемоның тағы да бір нәрсеге ұрынған және бір қызды ұрлап үйінде жасырғанды айтады. Ал мұнда Азизе мен Дебран сөйлесіп жатыр. Азизе айтады: сен мені күнәға батырдың, өзіңмен қоймай, енді сен менің жоқсың деген секілді, бірақ Дебран мен сені ғана сүйемін деген секілді. Осы кезде Бержан, яғни өгей анасы, телефон соғып, сенің әкең үйге Бера деген әйелді келді, оның көңілдесі, яғни Дебранның көңілдесі деп жылайды. Азизе не істерін білмей қалады. Дебранға айтпайды, өйткені Дебран айтса барлығын қырып жояды. Ал мұнда Мелиса кетпеймін, той жасалмайынша ешқайда бармаймын деп өзінің ағасы үйретіп болған, нағашы ағасы үйретіп болған қойылымдарын қойып жатыр. Осылайша күйеу баласы екеуі үйде қалады. Бірақ күйеу баласының қайыршы болған нағашысы көре алмай Мелисаның оны жағасынан ұстап айқайлайды. Ал мұнда Азизенің әжесі өзінің ұлына Япузға ұртып жатыр. Сен не істедің, не бүлдірдің, тағы да кекті қанды жолды қуамыз ба, сенің есің дұрыс емес, енді біз не істейміз дейді. Кіп-кішкентай болған Питам үйден тағы да ақша ұрлап жүр. Оның бар мақсаты өзінше тәуелді болу, әдемі киініп алу деген секілді. Осы кезде қонақ үйден Злейха қоңырау шалады. Питам: өтінем, балаларды ала келші, мен бүгін түнгі ауысымда қаламын дейді. Ал мұнда Юсуп түнгі ауысымда қалады десіп тағы да жынырады. Кешкісін барып алып кетем жұмыстан деп. Ал Питам болса қорыққаннан ақшаларын жерге түсіріп, қайтып санап жатыр. Злейханы администраторы Адия алдап жұмысқа үйіне жібермеу үшін өткен Злейханы өзіне қаратып алғысы келіп жатыр. Ал мұнда Мелиса күйеуінен сұранбай кетіп бара жатқан, бірақ күйеуі: ешқайда бармайсың, көрші үйдегі баламен сөйлеспейсің, сен соған кетіп бара жатсың, мен сенің күйеуімін, сені ешқайда жібермеймін, досыңның үйіне де бармайсың дейді. Бірақ Мелиса қашып кетеді. Солай Питаның үйіне тығылады. Өте қызықты жалғасы бар.